интернет нашарлау, бірақ болады. Бисмилля. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Кеш жарық баршаңызға да. Білесіздер ғой, менде бір ой кеп қалса, тікелей эфирге шыға салам. Құран-ы Каримде Анфал сүресінің 70-ші аятында Алла тағала былай деп айтады екен да: ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, қол астыңдағы тұтқындарға айт, егер сіздерде жүректеріңізде бір жақсылық болатын болса, Алла тағала сіздерде не алса, одан артығын береді, және сіздердің күнәларыңыз кешіреді дейді. Бірақ әңгіме ол аятта емес, және де ол тұтқында емес. Кімнен не кетсе, Алла тағала одан артық беретінде емес. Мүмкін осы аятты тағы да бір жағын бір күні қарармыз. Бірақ менің бүгін көргім келген, айтқым келген нәрсе, Ахмад ибн Ханбалдың Аз-Зухд кітабында осы аятты бір бұрышын талқылайды. И'аламиллаху хайран фи қулубикум. Яғни Алла тағала егер сіздердің жүректеріңіз бір жақсылықты білетін болса, ю'тикум хайра дейді, сіздерге Алла тағала жақсылық береді деп айтады. Осыны түсіндірген кезінде Малик ибн Динар деген бір атақты ғалым кісінің сөзін келтіреді. Малик ибн Динар деген кісі айтады: мұъмин адамның жүрегі хайырлы, сауапты амалдарменен қайнайды дейді. Ал басқа адамның жүрегі күнә амалдарменен қайнайды. Жүрегіңе қарап көр, сенің қам қайғың қай жақта деп айтады. Әңгіме осы сөзді айтқым келгені. Бұрыннан айтады ғой, негізі адам бір ыдыс. Ішінде не болса, сыртына соны төгеді. Айтқым келген нүкте, сіз осы дүниеде сізге не ұнайды? Қандай нәрселер ұнайды? Екіншіден, сіз былай андай көшенің тілімен айтқанда қандай нәрсемен ауырасыз дейді ғой. Біреу новый телефонмен ауырады, біреу жаңа музыкамен ауырады, біреу ән күй бимен ауырады. Ауырады деген мағына түсінікті шығар деп ойлаймын. Қам қайғысының бәрі сол болады. Ал енді психология қазіргі заманда да айтсақ, бір жағы осы Құранның аятында айтсақ, егер сіздердің жүректеріңізде жақсылық болса, Алла тағала сіздерге жақсылықты жаудыртып береді дейді. Кім Алладан жақсылық сұрамайды, айтыңызшы? Бәріміз сұраймыз ғой, Аллахым жолым болып кетсін, не дейді жаңағы, ақшам көп болсын, үйім жақсы болсын, бала шағалы болайын, денім сау болсын, бәрі жақсылық сұраймыз. Бірақ кейде сол адамдар жақсылық сұрап отырып, өзі ойы, қам қайғысы біреудің аяғын шалу, біреуді көре алмау, біреуді қирату, үзу, бұзу, құрту, аяғынан шалу, яғни осындай нүктелерді. Сол үшін жүрегіңізде не бар? Сол жүрегіңізде не бар деген затқа қарай сіз солсыз. Егер жүрегіңізде шынымен немен ауырасыз, не нәрсе сізді қам қайғы жүрегіңізді жейді, не нәрсе қатты сізге қазіргі тілде айтқанда драйв береді. Сондай бір істеген кезде энергия аласыз ғой, жаңа бір. Мысалы, біреу машина айдағанда рахаттанады ананың дауысына, немесе біреу сауда қылғанда ақша ұстаған кезде рахаттанады. Біреуменен сауда қылады да, ана жерде саудасы өтеді, затын сатады, анау алады, рахат, тағы да бір жерді сатады, тағы да сатады, сөйтіп алып сатқан жақсы көреді. Яғни әркім осы өмірден бір драйв алады, бір белгілі бір рахат, бір керемет сезім алады. Біліңіз, сіз рахат алатын сезіміңізді игере аласыз. Ол кілең жұртқа жақсылық жасау, жетімнің басын сипау, жоқшыға жәрдем беру, ашты тойғызу, әлсізді сүйеу, білім үйрену, көркем мақсаттар қою, елім, жерім деп жанып өсу. Оған ұқсайтын дүниелер көп. Солардың біреу намаз оқуменен рахаттанады, біреу ораза тұтумен рахаттанады.
айтқым келген нүкте сол еді. Біліңіздер, сіз не нәрсеменен рахат аласыз, не нәрседен энергия аласыз, Алла тағала сізді сол нәрсеге қарай жақындатады. Егер Алладан сіз жақсылық сұрасаңыз, онда жүрегіңізді, ішкі жан дүниеңіздің бәрін жақсылықпенен ауыртыңыз. Жақсылыққа қарай сүйреңіз, сол жерден энергия алатын, қуат алатын, жанатын болыңыз. Міне егер сол жұртқа жақсылық жасау, жалпы сауап амалдар жасау сізге қуат беретін, күш беретін нәрсе болса, онда сіз қор болмайсыз. Зухд кітабында имам Ахмад бекерге имам Малик ибн Динардың сөзін келтірген жоқ. Сіз жүрегіңізге қараңыз. Қам қайғыңыз қандай? Сіз сондайсыз. Бұл өмір. Білесіз ба, адам бұл өмірде үш нәрседен қорқады. Өткен нәрсесін, сол өткен нәрсемнен қорқам дейді. Осы қазіргі нәрсесінен қорқады. Және болашағынан қорқады. Бәрінен қорқады. Бірақ біліңіз, өткен нәрсе өтті, қайтып келмейді. Оның, зияндығы қазірге тие ма деп қорқу, ол бөлек нәрсе. Болашақ, ол әлі болған жоқ. Болады ма, Құдай біледі. Сіз қазіргімен өмір сүріңіз. Ең шынайы қам қайғы сіздің қиналатыныңыз осы қазір ма? Онда біліңіз, қазір сіздің жүрегіңіздің ішінде не бар? Қарап көріңіз. Егер ішінде жүрегіңіздің жақсылық болса, мысалы, бала тәрбиесі де жақсылық, үй қызметі де жақсылық, ата-ананың қызметі де жақсылық, жұрттың қызметі де, елдің қызметі де жақсылық. Егер сол нәрсе сізге қуат беретін болса, онда сіз бақыттысыз. Алла тағала сізді сүйіншелеп, Құран аятымен айтып қойды. Егер сіз жақсылықты жүрегіңізде ұстасаңыз, Алла сізге сол жақсылықты нәсіп етеді дейді. Қайырлы кеш. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.